Астана мен Алматы қалаларында қазақстандық оқушыларға мирас беделді халықаралық мектеп бағдарламасы бойынша оқу гранттарын табыстау рәсімі өтті. Осындай грант иегері атанған жоғары сынып оқушылары үшін бұл үлкен жетістік дейді ата-аналар. Олар бірегей халықаралық бакалавриат дипломдық бағдарламасын меңгеру арқылы балаларының жарқын болашағын құратынына сенімді. Егер осыдан 4 жыл бұрын халықаралық мирас мектебіне грантқа тек осы білім ошағының оқушылары ғана түсе алатын болса, қазір кез келген мектептің жоғары сынып оқушылары бұл мүмкіндікке ие. 2021 жылдан бастап халық және ННЕФ қорлары мирас мектептерінде толығымен тегін оқуға, немесе конкурстық іріктеу нәтижесіне қарай 50 және 30% оқу грантын алуға мүмкіндік беретін бағдарламаны жасады. Ал биыл Алматыда 9 мектеп оқушысы грант иегері атанды. Енді олардың әрқайсысы осы мектепте білім алып, әлемнің кез келген үздік университетіне оқуға үмітті. Менің мақсатым бұл шет елдің үздік университеттерге түсу. Ал мирас халықаралық мектебі халықаралық бакалавриат бағдарламасымен оқуға мүмкіндік береді. Алматыдағы мирас мектебінің педагогтары мұндағы оқыту әдістемесі кез келген оқушының өз мүмкіндігін аша алады деп отыр. Мектептегі әрбір оқушыға ерекше көңіл бөлінеді. Почему же многие студенты выбирают обучение именно в школе Мирас? На это есть свои причины. Одна из них – школа Мирас предоставляет высококачественное обучение по международным стандартам. Особой популярностью пользуется дипломная программа международного бакалавриата. Это очень серьезная академическая программа, лучшая программа для подготовки учащихся к поступлению в вузы. Сонымен қатар елордалық мирас мектебі де жаңа оқушылармен толықты. 5 мектеп оқушысы бірден 100% грантқа ие болды. Алдағы 2 жылда қажырлы білім алу керек. Мен өте қуаныштымын бұл грант алғаныма, себебі негізі Қазақстанда жалпы көп гранттар ұсынбайды. Және бұл халық фонд және ННЕФ фонды арқасында грант ұсынатын ең жалғыз бағдарлама десек те болады. Осы 4 жыл ішінде мирас халықаралық мектептеріне 70-тен астам грант берілді. Демеушілік көмек көлемі 300 миллион теңгеге жетті. Бірақ халық қайырымдылық қоры мен ННЕФ қоғамдық қоры мұнымен тоқтап қалмақ емес. Мақсат қарапайым қазақ мектептеріндегі балаларға жоғары сапалы халықаралық деңгейде білім алуға мүмкіндік жасау. Көп балалы отбасылардың балаларына конкурстық іріктеу кезінде басымдық беріледі. Басты бағыт осы Қазақстанда, елімізде дарынды жастарды қолдау. Осы мақсатта қазіргі кезде ең үздік, ең талантты, білімі жоғары балалар осы біздің Қазақстанда бар ең мықты мектептердің бірі мирас мектебіне грант иеленіп 9-шы, 10-шы, 11-ші кластарға оқуға түсіп отыр. Айта кету керек, мирас халықаралық мектебінің өткен жылдары грант бойынша білім алған түлектер сыртқы бағалау, дипломдық бағдарламаның көктемгі сессиясында жоғары нәтиже көрсетті. Олардың 6-ы халық қайырымдылық қорының 100% грантының иегерлері болса, 3-еуі максималды 45 балдан 41, 41 және 40 ұпай жинады. Сарапшылар әлем бойынша түлектердің 8% ғана осындай жоғары көрсеткіштерге қол жеткізіп жатқанын айтады. Арна Дүйсен, Рашид Жексенбай, Атамекен бизнес арнасы.